Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздермен осылай жабыспай, шашырап тұратын күрішті жасайтын боламыз. Алдымен күрішке аздап тұз салып, бөлме температурасындағы су құйып, бір жарты сағатқа қалдырамыз. Сонан соң табамызға сұйық май салып, аздап қызған соң жуылған күрішті салып, осылай 5 минуттай орташа отта қуырамыз. Сосын аздап су құйып, күріш кішкене ғана батса жеткілікті, аздап тұз салып қайнатамыз. Орташа отта дәл осылай қайнап тұруы қажет. Суы тарылғанша дәл осылай қайнап тұрып, суы тарылған соң ортаға жинап, әр жерін тесіп 10-15 минутқа бұқтырамыз. Күрішіміз дайын. Өте дәмді, жабыспай шығатын болады. Менде лазер деген күріштің сорты, сосын тағы да баракат деген түрін қолданамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.